Ал осы маринадталып дайындалатын мұндай ет өнімдері адам денсаулығы үшін қаншалықты пайдалы? Жалпы оның рационымыздағы үлесі қандай болуы тиіс? Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығының білікті гастроэнтологы Бақытжан Бейімбетовтан сұрап білдік. Ұсталған және маринадталған еттер адам денсаулығы үшін пайдалы ма? Енді бұл әдістердің барлығы тағамның сақталу мерзімін ұзарту үшін қолданылатын әдістер ғой. Сондықтан олар организмге өзінше әсер ететін жағдайлар бар. Ол ысталғанға келетін болсақ, онда көбінесе мынау жанған оттың канцерогендік күл дейді ғой, оттың солардың канцерогендік заттары ол сіңеді тағамға. Сөйтіп ол ағзаға, организмге кері әсер ететін жағдайлар болады. Яғни бұл жерде қанша мөлшерде қабылдайды, соған байланысты. Жиі қабылдай ма, анда-санда қабылдаған болса, ол бір кереметтей бір өзгерістер әкелмейді организмге. Ал бірақ оны үдемі жүйелі түрде қолданатын болса, әрине ол едәуір организмге әсер етеді. Тауық етінің жағымсыз иісін кетіру үшін кей аспаздар оны формалин ерітіндісіне салады. Ал бұл қаншалықты қауіпті? Формалиннің өзі зиянды зат қой. Организмге өте улы. Сондықтан оны қаншалықты мөлшерде тағамға қолданып, соны сақтау үшін. Оның бәрі де сол жаңағы мерзімді ұзарту үшін істеліп жатқан жағдай ғой. Сондықтан ол өте зиянды деп айтар едім. Ол улы зат. Ол организмге, бауырға, және өкпеге, басқа да қан тамырлар ауруларына өте зиян. Толықтай термоөңдеуден өтпеген мұндай тағамдар қаншалықты қауіпті? Енді шикі заттың өзі белгілі ғой қауіпті екені. Әртүрлі инфекциялар болуы мүмкін, паразиттер болуы мүмкін. Олар енді өлмеген жағдайда ол организмге еніп, ол ары қарай дамып, көбейіп, өзінің әсерін тигізеді организмге. Ал енді мынау ысталған, маринадталған заттардың өздері көп науқастарға аурулар кезінде болмайды. Мысалға айтсақ, бауыр ауруларында, асқазан асты безінің панкреатит деп жатамыз, соның сырқаты кезінде ол болмайды. Асқазан жарасы аурулардың кезінде, және басқа жалпы осы ас қорыту органдарының асқынулы кезінде ауруларының сол кезде ол болмайды бұндай тағамдар жеу. Сондай-ақ ет дәмді әрі тез пісіру үшін оған түрлі дәмдік қоспалар қосады. Қазір сұйық түтін деген түрлері де шықты. Бұлардың қаупі жоқ па? Енді сұйық түтін деген жаңағы тұталған дегенге келеді ғой. Яғни оны отқа қақтаудың қажеті жоқ. Сұйық күйінде оны жаңағы өнімге қосып, соның иісін алуға болады. Яғни бұл жаңа айтқандай барлығы мөлшерге байланысты болып тұр ғой. Шамадан тыс болса ол зиян.